Қалайсыздар? Жоғалып кетіп, қайттан келіп жатырық. 56-шы сабаққа келдік. Get деген бұл қызықты сабақ, кішкене қиындау сабақ бәлкім түсінуге, бірақ пайдалы сабақ. Get деген негізгі мағынасы, оның мағыналары көп, өте көп. Негізгі мағынасы алу, получать, бір нәрсені алу. Сізге мысалы біреу кітап береді, сіз кітапты аласыз. Get. Мен кітапты алдым. Мысалы, I got a book. Егер де get етістігінен кейін зат есім келетін болса, онда осы receive, алу, получать, buy, сатып алу, find, тауып алу деген мағыналарды береді. Егер де дұрыстап мағыналарына қарайтын болсаңыздар, receive деген оны аласыз. Қолыңызбен алып аласыз да. Buy, сатып алған кезде де оны аласыз. Find, тауып алған кезде де аласыз. Мысалы, сатып алу, тауып алу, get. Енді мысалға қарасақ, I don't have something. You don't have something. Сенде еш нәрсе жоқ. You get it. Сен оны алдың. You have it. Сенде ол нәрсе бар. You have it. У тебя есть. Сенде ол нәрсе бар. Get деген яғни алу. Мысалдар, Did you get my postcard? Сен менің хатымды алдың ба? Yes, I got it yesterday. Мен кеше оны алдым. Бұл жерде got деген мағынасы receive, получать, алу. Екінші мысал, I like your sweater. Where did you get it? Маған сенің жемпірің ұнайды. Сен оны қайдан алдың? Яғни қайдан сатып алдың? Where did you get it? Үшінші мысалда, It's difficult to get a job at the moment. Қазіргі уақытта өте қиын жұмыс табу. Яғни жұмысты алу, бір жерден жұмысты тауып алу қиын. Get a job, тауып алу жұмысты. On the phone, телефонда біреу, Hello, can I speak to Lisa, please? Қалайсыз, Лизамен сөйлесуге болады ма? Лизаны бересіз бе деген сияқты. Sure, конечно, I'll get her. Мен оны шақырамын, яғни оны алып келемін деген сияқты. Сізге алып келемін. I'll get her. Get деген көбінесе Америка жақтар қолданады сол сөзді. Get. Бұл нәрсені қалай түсінуге болады? Көп тыңдаумен. Егер де сіз көп тыңдай беретін болсаңыз ағылшын тілін, сол нәрсе әдетте түсініп келеді. Also get a bus, a train, a taxi. Және get автобус, пойыз, такси дегенмен келеді. Get a bus деген, яғни автобусты ұстау, пойызды ұстау деген сияқты. Пойызға міну, таксиді ұстау, мысалы, көшеде такси керек болады. Get a bus. Бірақ көбінесе тоже take-ті де қолданады. Take a bus. Автобусқа міну, автобус ұстау. Take a train деген сияқты. Did you walk here? Сен жаяу келдің бе? No, I got the bus. Жоқ, мен автобус алдым. Қазақ тіліне бұл get деген келеді екен. Автобусты алдым, таксиді алдым, жұмысты таптым дегенде тауып алу. Ал орыс тіліне келгенде бұл нәрсені түсіндіру қиын кішкене. Орыс тілі структурасы басқаша, сондықтан got-ті түсіндіру қиын, get-ті. Бірақ қазақ тіліне ол жеңіл екен түсінуге. Get алу, автобусты алу, таксиді алу. Келесі мағынасы енді сын есімнен кейін келсе қандай мағына береді? Жаңа біз қарағанымыз зат есім. Зат есімнен кейін қандай мағына беретінін қарадық, яғни алу деген мағына. Ал сын есімнен кейін келеді. Сын есім келетін болса, одан кейін, get-тан кейін, онда қандай мағына береді? Become деген мағынаны береді. Яғни басталу, бір нәрсе болу, басталу, бір нәрсе басталу. Мысалы, you are not hungry. Сіз аш емессіз. You get hungry. Сіз аш болып бастадыңыз. Сіз сезіп бастадыңыз. Қарыңыз жайлап, андай шырылдап деген сияқты. Содан кейін, you are hungry. Сіз ашсыз. You are hungry деген сіз ашсыз. Яғни голодныйсыз. Ал you get hungry деген сіз қарныңыз ашып баратыр жайлап сезіп жатсыз.
басталып отыр деген сияқты. Басталу, become. Мысал, if you don't eat, егер сіз тамақ ішпесеңіз, you get hungry. Сіздің қарныңыз ашып бастайды. Егер де сіз тамақ ішпесеңіз, you get hungry. Сіз қарны ашып бастайсыз, you get hungry. Мысал, drink your coffee. Кофеңізді ішіңіз. It's getting cold. Ол салқындап жатыр. Суып баратыр. It's getting cold. Салқындауды бастап жатыр. Сууды бастап жатыр. It's getting cold. I'm sorry your mother is ill. Маған өкінішті сіздің анаңыз ауырып жатыр. I hope she gets better soon. Я надеюсь, мен үміт етемін, ол жақында жазылады, яғни жазылып бастайды. I hope she gets better soon. It was raining very hard. Өте бір не болды, жаңбыр қатты жауды. It was raining very hard. We didn't have an umbrella. Бізде қолшатыр болмады. So we got very wet. Сондықтан біз өте суланып қалдық. Got wet. Суланып қалдық. Және тағы осы get деген осындай сын есімдермен байланады. Get married. Get married деген, яғни тұрмысқа шығу, үйрену деген мағынаны білдіреді. Get married. Nicole and Frank are getting married soon. Никол мен Фрэнк жақында үйленейін деп жатыр. Жақында тұрмыс құрайын деп жатыр. Get dressed. Get dressed деген киіну. Put on деген мағынада. Киіну. Get dressed. I got up and got dressed quickly. Мен тұрдым және тезірек киініп алдым. Қараңыздар, got up деген тұру. Мына жерде уже фразовый глагол. Got up тұру. Ал got dressed деген ол киіну. Көрдіңіздер ма? Got'тың қанша мағыналары бар. Оны көп тыңдау керек. Get lost деген адасып кету. Lose your way. Жолдан адасу. We didn't have a map, so we got lost. Бізде карта болған жоқ, сондықтан біз адасып кеттік. So we got lost. Got'тың тағы бір мағынасы, егерде get, got, осы етістіктің алдында to келетін болса, to деген предлог келетін болса, онда ол мекенді білдіреді. Яғни келу, arrive, келу деген мағынаны білдіреді. Келу. Мысалға, I usually get to work before 8:30. Мен әдетте жұмысқа 8:30-нан алдын келем. Arrive at work. Келу жұмысқа. We left London at 10 o'clock and got to Manchester at 12:45. Біз Лондоннан сағат 10-да шығып, Манчестерге сағат 12:45-те жеттік. Get here, there, without to. Мұнда, анда дегендер to-сіз келеді. Сондықтан get here, мұнда келдім. Get there, анда келдім. Анда жеттім, мұнда жеттім. How did you get here? Қашан сен мұнда келдің? Қалай келдің, то есть. How, қалай келдің? How did you get here? Қалай келдің? By bus, автобуспен. Get home, home алдыңғы сабақтарда өттік біз. Home деген to-ді қабылдамайды дедік. Home. Get home деген, яғни үйге жету. Without to. What time did you get home last night? Өткен түні сен қай уақытта келдің үйге? Фразовый глаголдар қазір тоже мағыналар береді. Get in, get out, get on, get off деген сөздер өзінің бөлек мағыналары бар. Осы ағылшын тілінде көбінесе қиын нәрсе фразовый глагол, яғни бір етістік келеді, соған prepositionдар өзгерумен байланысты, in, out, of деген сияқты мағыналар өзгереді. Get in деген кіру машинаға. Get in a car, машинаға кіру. Get out деген машинадан шығу. Get on деген автобусқа міну, немесе пойыз, немесе самолетқа get on. Get off деген содан түсу, яғни автобустан, самолеттан, неден, тағы, пойыздан. Kate got in the car
and drove away. Кейт дейтін машинасына мінді де, ары қарай уже машинамен кетті. You can also say cat got into. Осы inнің орнына into'ны қолдануға болады, gеттен кейін. A car stopped and a man got out. Машина тоқтатты, ер адам түсіп қалды. Got out. Машинадан. We got on the bus outside the hotel and got off in Church Street. Біз автобусға отельден міндік те автобусға, және одан Church Street'тен түсіп қалдық. Яғни шіркеу көшесінен түсіп қалдық. Осымен сабағымыз бітті. 56-шы сабақ. Қызықты болса лайк басып қойыңыздар, комментариялар жазып қойыңыздар. Кейбір комментарияларыңыз маған кейбір кезде андай бір отырып видео жазуға себепші болады. Біреулеріңіз алғыс білдіріп жатқандарыңыз, біреулеріңізге ентіға көмектесіп жатқаны, біреулеріңізге бір түсініктер келіп жатқаны, соларды естігенде маған приятно. Сосын бір ойлаймын да, осы аяқтап тастау керек еді сабақты деп. Кірісетін кездер болады. Сондықтан бір ұнап жатса лайк басып қойыңыздар, комментарий жазып қойыңыздар. Жақсы.